Тәрбие әдістері тәрбие құралдарының ішіндегі ең бір маңызды әдіс техникаларға келіп жеттік. Ол баланың өзін-өзі бақылауы және өзін-өзі бағалауы. Осы бір кезеңдерде олқылық жібермесек, біз тұлғалық қалыптасуының былайша айтқан кезде соңғы штрихтарын жасаймыз. Байқасаңыз, тәрбие әдістері тұлғаның санасының қалыптасуынан бастап, одан кейін оның мінез құлқымен әрекетінің ұйымдастыруы бар, одан кейін оның белгілі бір әрекеттерінің ынталандыру мен стимуляциясы бар, мотивациясы бар. Енді міне өзін-өзі бағалау, өзін-өзі басқару, яғни рефлексиясы бар. Тікелей әсерден жанама әсерге біртіндеп ауытқып бара жатыр. Бұл не деген сөз? Бұл басында сол айтылған баланың тәуелсіздікке ұмтылысы. Жалпы тәрбиенің идеясы, ата-ананың басты міндеттерінің бірі өзіне тәуелді қылу емес, өзінен тәуелсіз етіп баланы тәрбиелеу идеясының көрініс табады. Енді қараңыз, бұл жерде мынандай заттарға мән беруіміз керек. Бақылау, өзін-өзі бақылау. Баланы қалай біз өз-өзіне бақылауға мүмкіндік береміз? Басында бала өзін тұлғам деп ойламайды. Бірте келе ол өзінің жеке тұлға екендігін түсінеді. Осы бір сәттен бастап, бұл 3-5 жас, бала өзінің әрекетіне сырттай бақылаулар алады. Біз не істей аламыз? Біз баланың бақылауы үшін, бала өз-өзін бақылау үшін, біз баланы бақылай алуымыз керек. Әдетте біз не істейміз? Біз қадағалаймыз. Баламызды бір үстінен бір төніп тұрған сияқты. Қадағалау мен бақылаудың негізгі ерекшелігіне қадағалауда араласу бар. Бақылауда араласу жоқ. Сіз ситуацияны сыртынан бақылайсыз, ситуацияға араласпайсыз және белгілі бір деңгейде адекватты баға бере аласыз. Енді балаңыз белгілі бір әрекет істеп жатқан кезде, ойнап жатқан кезде болсын, сабақ оқып жатқан кезде болсын, немесе бауырларымен қырылысып жатқан кезде, сіз оны ситуацияны бақылай алсаңыз, сіз балаға дұрыс көмектесе аласыз. Дұрыс сұрақтар қоя аласыз. Осы арқылы бала өзін-өзін бақылай үйренеді. Қарайшы, мынандай бір мысал келтіріп көрейік. Бала кино көрді, немесе бір мультфильм көрді. Ол ешқашан сол бірінші көргеннен оны түсініп кетпейді. Ол бірінші кезекте бағана контенттің өзін ғана қабылдайды. Кейін екінші рет, үшінші рет көрген кезде алдында айтқандай қайталау арқылы ол сол затты түсінеді. Сол үшін де біз кішкентай жастағы, мектепке дейінгі жастағы балаларда бір бағдарламаны қайта көре бере алуын байқауымыз мүмкін. Енді қараңыз, мына жерде тура осылай. Балаңыз бір әрекет істеді дейді. Сіз сол бір әрекетке араласпай, кейін бағана не болды, сол кезде не сезіндіңіз деген сияқты дұрыс сұрақ қоя алатын болсақ, онда бала тура осы ситуацияға өзін-өзін бақылай бастайтын болады. Енді тіпті бұл жерде түрлі техникалар, амалдар бар, қолданатын қарапайым камера қою, немесе айна қою деген сияқты. Адам өз-өзіне былай айтқан кезде өзінің әрекетіне есеп бере бастайтын болады. Және бұл мына жерде мынандай бір тағы мысал келтіріп көрейік, Монтессоридің. Ол кісі енді балалардың ортасында жүреді. Балалар ойнап жүреді. Сөйтіп мынандай бір кішкентай ыдыста түрлі бір ойыншықтар жатады. Сол кезде бәрі үлкен балалар ыдыстағы ойыншықтарға қарап тұрады. Бір кішкентай бала үлкендердің арасынан өтіп, ана жерде көре алмай жүр. Былай тырысады, өте алмайды. Сол кезде Монтессори сыртта отыр, бақылап баланың әрекетін не істейді екен деп. Бір тәрбиеші ана кішкентай балаға жаны ашып кетеді, ниеті жақсы, баланы көтеріп алады да ойыншықты көрсетеді. Судағы. Сол кезде Монтессори айтады: сіздер сол бір сәтте ана баланың көзіндегі оттың сөнгенін, оның ізденімпаздығының жоғалғанын көрсеңіздер ғой дейді. Көрдіңіздер, бақылау қашанда жақсы. Егер біз бақылай алмайтын болсақ, тіпті сіздер педагог емессіздер дейді. Ал біз қадағалайтын болсақ, үнемі араласатын болсақ, біз балаға өзін-өзін бақылауға мүмкіндік жасай алмаймыз. Бүгіннен бастап сіз мысалға жұмыс дәптеріндегі бақылау күнделігін толтыратын болсаңыз, балаңыздың сыртынан бақылайтын болсаңыз және ситуацияны дұрыс көретін болсаңыз, онда сіздің балаңыз да өзін-өзін бақылауды үйренеді. Енді келесі бір зат, ол өзін-өзі бағалау. Бала өз-өзіне бағаны дұрыс берген сайын, оның өзінің тұлғасымен мәселе болмайды. Ол өзін бірақпын деп ойламайды. Бізде қазақи тәрбиеде бір қатты кең белең алып кеткен заттың бірі өз-өзін төмен бағалау. Яғни мен қолымнан келмейді, мен өз өмірім осындай бір өмірдегі сәтсіздіктерге мен лайықпын деп санау. Ал енді осы жерде бала өзін-өзі қалай бағалауы мүмкін? Адам өз-өзін бағалауды өзін-өзі тану арқылы жүреді. Бұл жерде бала өзін тану керек. Қарапайым тұрғыда физиологиялық өзін тануы бар. 2-3 жасында мен кіммін, мен ұлым ба, қызым ба деп. Одан кейін оның өзінің қажеттіліктері, ерекшеліктері. Бұл қараңыздаршы, осының алдында айтылған тәрбие әдіс тәсілдерімен бірге, диалогпен бірге бәрі бірге жүреді. Осы бір үйлесімде ғана сізге осыны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Енді бала өзін-өзін бағалауы, өзін-өзі тану арқылы жүреді дедік. Бірақ осы өзін-өзі тануы, яғни самопознаниясы, ол белгілі бір деңгейде өзін-өзін сынауға алып келмеу керек. Біз бұл жерде қандай қызмет атқарамыз? Біз балаға бұл жерде қолдаушы қызмет. Үнемі баланың өзін-өзін дұрыс бағалауына, өзін-өзін тануына мүмкіндік жасап тұру. Ол түрлі бір әрекет істеуі мүмкін. Сол бір әрекетіне белгілі бір деңгейде инвестор бола алу. Егер біз бұны істей алмайтын болсақ, онда баланың өзін-өзі бағалауы үнемі құлай беретін болады. Мына бір зат бар да, Сухомлинский деген педагог айтады: сіз
күнде әрбір сабақта әрбір сағат сайын мұғалім екеніңізді дәлелдей алмайтын болсаңыз, идите в другое ремесло, где брак дешевле обходится дейді. Яғни сізден азырақ зиян болатын басқа салаға барыңыз дейді. Енді мүмкін біз мамандық ретінде, тәрбиеші ретінде, мұғалім ретінде бұндай таңдау жасай алатын шығармыз, бірақ ата-ана ретінде бізде ондай таңдау жоқ. Біздің бар істей алатындығымыз ол балаға дұрыс сұрақ арқылы қолдау жасап, оның өзін-өзін бағалауына мүмкіндік беру, өзін-өзінің бақылауына мүмкіндік беру. Осы бір амалдарды дұрыс ұйымдастырылған кезде ғана біз баланың толыққанды тұлғалық қалыптасуының соңғы бір элементтерін қоса аламыз. Келесі бөлімде жүздескенше іске сәт.